Сәлем достар. Ой, бірдеңе жетіспейтін сияқты. Жаңа жылдық сезім сезілмейді. Қазір дұрыстаймын. Енді дұрыс болды ма? Сіздермен бірге мен Аружан, және де бүгінгі видеода біз сіздермен бірге жаңа жылға күшті керемет заттарды алатын боламыз. Бірге қарап, сіздерге көбірек сондай бір рынокты көрсетемін, жалпы не бар, не жоқ, не алуға болады деген сияқты. Сол арқылы сіздерге кішігірім жаңа жылдық көңіл күй сыйлағым келеді. Ендеше біз бастаймыз, ал сіздер тамашалаңыздар. Кеттік. Біз қазір Ханшатырға келдік. Қазір күштілеп тұрып шоппинг-доппинг жасайтын боламыз. Жаңа жылдық заттарды көреміз. Наверное, Марвинде болады. Біз қатып қалдық, ол ішке кірейікші. Ең алдымен қазір Магнумға кіріп көріп, ішінде андай новогодний заттар бар ма екен қарап көрейін деп. Дәл қазіргі таңда біз Магнумдамыз. Жаңа жылға осындай тәттілер бар екен. 719. И мынандай прикольный заттар. Мынанда түрі әдемі екен. Удобный. И мында прям үлкен ящиктер. Мен өзіме негізі адвент календарь іздеп жүргем. Қараңыздар. Ішіндегі заттар көрініп тұр. Мынандай сырмада. И мынандай қораптарда, прикиньте. Қараңыздар, мынау адвент календарь, яғни 30 күнге әртүрлі шоколадтар. Мынау 1 желтоқсан. Прям күшті, бағасы 2000 ба? 2450. 2500 жарайды. Мынаны қара Шанель. Мынау слишком милый емес па? Мысалға подарыққа беруге күшті зат екен, кішкентай балаға. Короче, біз қазір Zara Home'дамыз. Осы жерде енді үйге керек заттар сататын болғандықтан жаңа жылдық заттар көруге келдік. Прям уже көріп тұрған шығарсыздар. Қазір көрсетем. Мынаған қарасаңдар, мынандай вообще осындай столың болса, мынандай ыдыстар вообще кайф. Мен туған күніме не сыйлайтын білмесең, ыдыс сыйла. Осындай ыдыстар жақсы көрем. Однотонный әдемі. Мынандай өте күшті салфеткалар, қараңыздар, әдемі салфеткалар. Бір салфетканың бағасы 2500 теңге. Алатын бедің? 2500? Я, салфетка мынандай. 2500-ге тойып тамақ жейтін бедің. Сосын мынандай декорация вообще күшті. Бұл енді бағасын 10.000 шығар деп па? Ай, фу. Нанка, приятный. Осындай атмосфера. Негізіне свечка алу деген ондай әдетін жоқ екен, бірақ қарасаңдар, как это мило смотрится. Мында да осындай свечкалар. Что-то на дорого богатым ғой. Тағы да типа жаңа жылдық стол сияқты нәрсе. Осындай ыдыстар. 7000 теңге. Дастарханда тоже өте осындай бір эстетичный новогодник, что жаңа жылдық кружка. Я очень хочу в этом году купить себе новогоднюю кружку с мынандай декорациялар. Вообще өте әдемі. И мынандай тарелка новогодний. Кайф. Маған мына тарелкалар ұнап қалып, өте әдемі. И мында да новогодний витрина. Барлығы дастархандар типа. Мына жер жаңа жылдық емес, бірақ та это слишком красиво и слишком уютно. И мына столикта осындай новогодний игрушкалар бар екен. Қараңыздар, түрі. Оның әрқайсысы бір 2000-5000 теңгеден шығар. Сонда бұларды кім алады түсінбеймін. Біреу қымбат болса. И мынандай күшті қоңырау. Мында да бөлек сондай бір әдемі жаңа жылдық атмосфера жасап қойған ғой. Сосын осындай игрушкалар бар екен. Бұлар да 2000-3000 теңгеде. Что бұл біздің местамыз емес. Бізге базарға бару керек деп. Бізге басқа жерге бару керек. Короче, біз қазір Марвинға кіреміз. Ханшатырға келген себебіміз де осы. Жаңа жылдық заттарды осы жерден көреміз. Кіре салып, мында осындай вкусняшкалар. Бірақ та бүгінгі тема бұл туралы емес. Так что бізге қазір мына тема керек болады. Нам бүкілі новогодний игрушкалар. Егер елкаң болса, болады деп па. Мысалға мынандай. Бұның бағасы 2500. Мынандай 2200.
әдемілік мынау вообще мыналар Сындыр. мыналар көрсетпесек вообще күшті вообще нормальный ма бұл қалай олсында бұл қалай олсында Короче, да, аяз аталары бар екен. Еще носочки. Такие красивые. Оған теспейді. Ішінде жоқ, өтірік ойнатып қояды. Сындырса өз төлейді ғой маған бір-бір. Мынау Аружанның қалпағы. Мына жерде не істеп тұрғанын білмеймін. айбай наңғара мынау сөйтсе кішкентайларға екен мынау үлкендерге екен Аяз атаның атын жауып жүрген Аружан болады деп. мына қалды наңғарса әсет боже мой деп жүресің Аружан қолмайды нәрсе қылады. мынандай нені қайдан көрдіңдер соңғы рет бірінші рет деп па Тайны Санта ойнаймыз ба? тайная санта негізі тайная сантаға адвент календарь болады иә Бірақ күшті ішіне болмайды, сәл шыққаса ше. ол біздің проблемамыз емес осындай адвент календарлар деген политика неғып бізді алдап жатсыңдар а сендер деп па негізі біз жаңа жылғы заттар қарап жатқан едік жаңа жылға өйстіп подарок беруге болады Подарктар болады екен. Бұл жерде қатты бір нәрсе бар өзім. мында игрушкалар бірақ түрлері онша емес неғып көрсетіп жатыр вау блин классно мысалға бұның бағасы 350 теңге негізі нормально конверт да күшті қанша бұл Вкусный емес. қанша бұл 300 теңге. жай открытканың өзі 3 теңге тұрады ғой 1600 Ішінде точно бір нәрсе бар. щелкунчик прям новогодняя атмосфера деп па мен мына жастықты тек қана ютубтан көретінмін енді қазір өмірімде ұстап тұрмын қарасай қандай күшті жастық 3790 неге Ау. мысыққа да ұқсайды тышқанға да ұқсайды деп па вау мынау деген Ана мультфильмді білесің. мынау барлығымыз армандайтын туған күн осындай сыйласа екен деген акула ғой Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be. просто подругалардың екі типі болады кайф қой мынандай жастық болса Балконда жатады жүр. мынандай игрушкалар и мынандай подарок беруге болады в принципе жаңа жылдық әдемі блин осындай упаковочный заттар мен білесің ғой бұндай заттарға қызығатынымды ойнап айтамын уже өсіп қалғанмын если что уже қызықпаймын мынандай заттарға бірақ күшті еще мынандай подарочный пакеттер жаңа жылға не сыйлайтындарын білмесеңдер осы жерге Марвинға келсеңдер бәрін табасыңдар еще бізге жаңа жылға елка алу керек еді ана кішкентай елканы лақтырып тастадық бірақ бұл жерден алмаймыз Нью-Йоркерға келдік жаңа жылдық заттар қарауға не бар екен мына жерде еще осындай күшті свитерлар бар екен көрсетші мынандай свитерлар новогодний мында новогодние футболкалар шапка прикиньте деп и новогодние носочки новогодние носки алғым келеді өзіме короче біз киіп көрдік қараңыздаршы подругалармен өйстіп бірдей киім алып алған күшті иә сен жаңа қыз болып тұрсың вообще басқа қыз болып тұр нағыз өзі емес шын айтам бұрынандай бұрын сен жай ақ қара киім киіп жүретін ең қызыл түс еще мынандай немен шашың жайып блин әдемі кетті короче біз Марвинне Нью-Йоркедан шықтық осыншама зат алдық өте қолым ауыр көтере алмайды Анеляға жаңағы қызыл не ұнап қалды свитер енді жаңа жылға не сыйлау керектігін білемін деп па біз LCY-ге келдік жаңа жылдық пижамалар бар екен я так хочу себе новогоднюю пижаму осындай жастықтың подушкалары әдемі суретпен и вот такой вот уютный жап жастық деп па прикиньте мынандай үлкен плед новогодний Sunset
Ал Сеуакикидегі жаңалық осындай новогодний нәрселер кигізіп қойыпты. Мынандай свитер 8.000 теңге. Шок контент. Дәл мына свитер сіздерге таныс болар. Бұның бағасы осыншама мың. Нью-Йоркерда бұл 8.600 деп тұрған. Blanket with the blue. Ooh, yeah, that's what we do. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Қандай джинсыды қайдан көрдіңдер? Мен енді Блин, шынымен маған ұнап тұр. Әдемі, өте әдемі. Өте күшті. Все, біз кеттік. Хан Шатырдың шаруасын бітірдік. Енді басқа неге барып өзім қарайтын болам. Ал Анеля, саған рахмет. Менің саяхатыма келгеніңе. Ал қазір мен фикс прайсқа барайын деп жатырмын. Фикс прайста енді қолжетімді бағаларда өзіме керек затты таба аламын деп ойлаймын. Сол себептен сол жерден уже точно бір-екі зат, бір-екі емес, енді жаңа жылға заттар алып қарайтын боламыз. Вот, қазір сіздерге фикс прайста жалпы не жаңалық болып жатқан, не бар екен көрсететін боламын. Все, таптым. Налар көрдім. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells. Давай, мен сен түсірем. Сен андай обзор жасайын. Вау десең. Өтірік. Вау десең. Не болды? Можно? Копилка ма? Блин, мынандай зат күшті ғой. Офигеть. Плиз, саған жарасып тұр. Сосын видеода көресің өзіңді. 600 теңге мың. Жаңа жыл көңіл-күйің оянып жатыр ма? Иә. Күшті ойын. Мындай күшті заттар. Декорация 500 теңге. Түрі әдем. Милый. Прям новогодний ма. Нам бір веткасы 500-600 теңге ғой. Бірақ күшті. Мындай наклейкалар, кезінде наклейкалар жақсы көретін қой. Мынандай домиктар. Прям новогодний. Мынандай декорация. Мындай жәшіктер. Бұл подаркаға арналған. Әдемі. Подаркаға арналған еще мынандай нелер бар екен, коробкалар. Блин. Прям өте күшті. Вот такие милые бантики. Мен барлық жерден іздедім. Өте күшті, 1001 теңге тұрады тоже. И мындай гирляндалар. Прикиньте. Сондай әдемі. Jingle bells ring, snowing and blowing up the children's fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Маған не сыйлайтындарын білмесіңдер, міне фикс прайстан андай күшті заттар бар. Мына қыз Аружанға осындай зат сыйлауға болады. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.